Счастливый человек, который идет на работу, на резидентуру. Бірінші күні қызық қандай болатын. Сәттілік. Короче, сабаққа келе жатыр. Издевалкамыз осы жақта. Так, біздің гардеробныйымыз. My residency first day. Поликлиниканың 5-ші этажы. Ой, стационардың. Вот, в общем, стационардың 5-ші этажы. Нет, книжканы тапсыруға келдім, по идее. Бізде приемдар бітті. Енді қайтып жатырмыз. Осындай күшті завершение дня. Бірінші практикам, бірінші күнім қана жатыр. Вот такой вот вид после выхода с работы, с учебы. It's my dream work and job. Like Бірінші аптамыз, яғни 4-ші қыркүйек басталды. Ол кезде біз отделениеға келдік, аллергология 2-ші этажда. Сөйтіп отделениеға келген кезде бізге заведующий өзі, яғни распределение жасады, кім қайда баратын. Бірақ оған дейін бізге шкафчиктер берілген етін, әрбір резидентте өзінің шкафчигі бар. 1-ші курс, 2-ші курс болсын, 3-ші курс болсын, барлығында өзінің жеке шкафчиктері болады. Яғни қазір бізде көп резидент болғандықтан шкафчиктер аз, сондықтан 2 адам бір шкафчикке деген секілді солай бөлісіп жатырмыз. Бір қарай біз яғни киініп, бүкіліміздің униформамыз ол сұр түседі. Сұр түсті хир костюмді киеміз. Барлығымыз яғни ол резидент екенімізді білдіреді. Қанық көк түс ол медсестра екенін білдіреді. Одан кейін ашық көк түс ол дәрігерлердікі. Осылай өзі бөлініп отырады. Сондықтан мысалы больницаның ішінде кетіп бара жатқанда, поликлиниканың ішінде кетіп бара жатқан кезде кім қандай түсте сол адамның қандай позицияда жұмыс жасайтынын барлығын білуге болады. Аллергология бөлімшесіне бардық. Ол жақта бізде яғни 2 түрлі бөлім бар. РДЦ, яғни Республиканский диагностический центр, ол жақта поликлиника. Және материнство и детство, центр материнства и детства, ол уже стационар. И стационарда да, и поликлиникада да арасында жүре береміз негізінен. Одан кейін бізде яғни РДЦ бірінші поликлиникада консультация жүргізетін әрбір врачтардың жанына қойып дәрігерлердің жанында. Ол жақта біз ассистент ретінде қазір осмотр жасаймыз, анамнез жинаймыз, аллергопробаларды қарап шығамыз. Мысалы, бірінші күнде менде қалай басталды? Мені бір врачқа тіркеді, яғни сол врачпен бірге мен 1 ай бойы немесе одан да көп уақыт жұмыс жасаймын. Келе салып, негізі көп нәрсе түсініксіз болды. Сондықтан да кішкене қай кабинет, не нәрсе, приемный покой қай жерде деген сияқты шатысып жүрдім басында. Бірінші бізде 1,5 айлық бала, кішкентай бала, ол интерферонная недостаточность, немесе нейтрофильный дефицит, немесе хроническая гранулематозная болезнь. Осы 3 диагноздың бірін, яғни подозревать етті, предварительный диагноз ретінде. Неге ол болды? Яғни ол жақта анасында 6 жүктілік болған, бірақ 2 баласы шетінеп кеткен. Яғни 2 балада да біреусінде сепсис болған, екіншісінде белгісіз, қандай аурудан қайтыс болғаны түсініксіз. Яғни ол жақта бірақтан анамнездеріне қараса иммунодефицитное состояние, первичный иммунодефицит деген диагноз қойылған. Ары қарай фтизиатрдан қаралған, яғни
либо туберкулездан қайтыс болған, либо басқа бір жағдайдан өзі түсініксіз болған. Енді осы баласында да сондай симптоматика бар, яғни лимфаденит болған, мойын именно лимфа түйіндері ұлғайып кеткен. Осындай сияқты біз ауыр пациенттерді де қараймыз, себебі көбісі ойлауы мүмкін аллергиялық иммунология оңай ғой деген секілді. Негізіне шынына келетін болсақ, ол жақта иммунология дегенде бар, иммунология саласы, яғни ол жерде біріншілік иммунодефицитный состояниялардың барлығын емдейтін осы иммунологтар. Баланы қарады, опрос жасады және диагностикаға жіберген болатын бірінші күнде. Одан кейін біз ары қарай РДЦ-да өзіміздің бағана консультация, именно поликлиника жағындағы консультацияда қабылдап отырдық. Осы бір апта бойы коллектив негізінен жақсы. Бізде бірінші курс резиденттер үшеуміз және екінші курс резиденттер үшеу. Үш қыздың екеуімен бірге чай ішіп қайтқан едік. Сол кезде круассанмен угостить етіп, сол күшті болды негізінен. В основном РДЦ-да көбісі орыс тілінде сөйлеседі, және пациенттердің кейбіреулеріне бірақ қазақ тілінде сөйлеу керек. Ондай да бар, яғни орысша, қазақша сөйлесе береміз. Тағы да біз аллергодиагностикада жасадық, яғни тіске, мысалы септонез, субестезин деген секілді анализдер болады. Соларды біз пробаларын жасаймыз, яғни теріге. Сол жақта қараймыз, аллергиясы бар ма жоқ па. Мысалы сүндетке отырғызатын кезде де аллерго проба жасайды қазір, себебі көп балаларда аллергиясы бар. Қайырлы таң. Бүгін екінші күн. Короче, сегодня второй день, а мы опаздываем. Екінші күн, и бүгін кешігіп жатырмық. День второй, типа, екінші күн, бүгін приемнамыз, тағы да поликлиникада. Дәрігердің столы, медсестраның столы. Сабақ бітті, қайтып бара жатырмық. Сабақ дегенде консультация, тағы басқа. Ryan Little. Екінші күнде бізде голубой код болды. Голубой код деген сөз, осы зданиенің ішінде, РТЦ-нің ішінде бір адамға қатты нашар сезініп жатыр. Дыхание тоқтап қалды, судорожное состояние и пульс жоқ деген сөз. Осы үш критерий бойынша біз голубой кодты қоямыз. И голубой кодты шақырған кезде бірден анестезиолог, реаниматологтар келіп бірден алып кетеді. Көп случайларда, яғни ол біздің больницаның ішінде и больница, и стационар, и поликлиника болғандықтан жеңіл түрде бірден транспортировка жасап реанимацияға жатқызу керек болса, бірден жатқызады. Негізі голубой код дегенді алғаш рет естуім болған едім, бірақ біз пациенттің өзін көрмесек те, но бүкіл зданияда голубой код бірнеше деген пациентке, яғни бірнеше жастағы стало плохо, осындай процедурный кабинетте деген сияқты сондай бір қай жерде болғанын барлығын описывать етеді. Қызықты жағдайлардың бірі ол әрине инсектная аллергия болған, яғни кішкентай бала 7 рет кожвенге барған, бірақтан ода кішкене маса өтіп бара жатса да келіп шағып алса, кез келген ара болсын, кез келген нәрсе шаққан кезде очок күйенке сияқты болады, өте қатты ісініп, суланып, өте задыхаться етіп бастайды бала. Осындай жағдайлар болған. 5 сентябрь күні біз осындай баланы көрдік. Қалай туындайды, не туындайды деген секілді. Аллергиялық анамнезін жинап, барлығын көріп қарадық. Maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. Бүгін 3-ші күн осы приемдамыз. Бұйыртса қазір пациенттер уже келеді.
Жалпы біздің университет, біздің кабинеттен көрініс осындай. Бүгін ертерек шықтық, потому что ауқымды тақырып берді. Ертеңге дайындалуым керекпін. Біраз сабақ оқып қарап, потому что соңғы күндері кеш шыққанда да неден екенін. Но менде күшім қалмады, или адаптация болып жатыр. Күшім қалмады, оқуға барғаннан кейін бірден ұйықтап қалып жатырмын. Сондай. Мына біздің МТЦ-нің сырты. Вот қазір уже почти что врачтың консультациясы аяқталды. Врачтың жұмысы бітсе, біздің де жұмысымыз бітті деген сөз. Вот осындай өмір. Алтысы күні бізде лимфобластный лейкоз болды, яғни острый лимфобластный лейкозды бар пациентте тоқтамайтын жөтел болған. Түсініксіз қандай жөтел, не үшін жөтелген деген секілді. Бірақтан, яғни пациент өзі онкологияда болғандықтан және химиотерапияны таблетка түрінде қолданғандықтан кішкентай қыз 4-5 жасар, ода көптеген асқыныстар болуы мүмкін. Және оның анамнезін жинадық, қарадық пациентті. Өміріне негізі острый лимфобластный лейкоздың бар пациентті алғаш рет көруім болды. И ол пациент өте бледный болады, аппақ болады, яғни халықтың тілімен айтқанда лейкемия немесе аққан деп айтады. Сондай аурумен кішкентай қыз келген. Ол қыздың, яғни аллергиясы бар ма жоқ па, соны анықтап, жөтелі неден болып жатқанын анықтау керек болған. Және жөтелі ұзақ уақыт бойы тоқтамаған. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. Академия барып жатыр. Бүгін білмеймін, қандай потенциал болатынын. Их ставить электрод, зажатие красный, черный. Это здесь такие есть пазлы. Вот сейчас пазл вставляется, и потом красненьким вот как бы закручиваем, как отверткой. Все. Она должна прям крепко держаться. Щелчок был. Күн күркірейін деп тұрған сияқты. Аспанды қараңыздар, қызып болып тұр. Сегодня пятница. Бүгін пятница, ура! Неделя заканчивается. Осылай қуанатын адам бар ма? Бір аптаның ішінде уже жалып кеткен ба? Шучу. Бүгін бір аптаның қорытындысын жазатын боламын. Не нәрсе көрдік, не нәрсе білдік. Если честно, маған ұнады. Бір апта өте қызықты өтті. Бірақ поликлиникада болғандықтан стационарлық больнияларды көрмедік. Көбінесе аллергиялық аурулар. Жұма күні 8 қыркүйек күні бізде стридермен пациент болды. Кішкентай ғана бөпе 40 күндік ысқырықты тыныс болды. Оның ЧСС-ін, ЧДТ-сын барлығын анықтадық. Втяжение дополнительных мускулатур, именно қабырғааралық мускулалардың ішке кіруі көрінді балада. Өте ысқырықпен солай тыныс алады екен, ентігіп. Бірақтан эффектісі болмаған, бірнеше рет госпитализация болған, тем более басқа қаладан болған екен. И ол бізге қарай келді. Ол баланы біз зерттедік, қарадық.
негізінен аллергофоны тыныш, бірақтан бала әлі кішкентай болғандықтан кейбір заттар көрінбеуі мүмкін, бірақ симптоматикасы астмаға келеді. Сондықтан да менің түйгенім негізінен основной нәрсе ол лаборатория емес, основной нәрсе ол бағанағы клиникаға қараймыз және диагностикасын қараймыз. Диагностикасында егер де бізде бүкіл нәрсе мысалы анықтай көрсетілмесе де, бірақтан пациентте бағанағы симптомдарды көретін болсақ, бронхиальный астманың болмаса басқа диагноздардың, ондай болса біз ол диагнозды уточненно болмаса да, бірақтан сол диагноздың емі қолдануы қажет. Осындай жалпы менің бірінші аптам осылай өтті. Өте қызықты случайлар, яғни өте қызықты кейстер болды. Аллопециямен де қыз болды, кстати. Аллопециямен мен негізі инстаграмда да салған болатынмын, бірақ ол тотальный аллопеция болған, яғни бүкіл шаштары түскен, түктері де түскен. Ол негізінен емдемеді, егер бүкіл шашы түсетін болса. Ал егер де частичный очаговыйлар болатын болса, онда ол емделеді. Яғни ол жақтағы сыртқы факторға және этиологиясына қарау керек. Неден пайда болды? Егер де ол генетикалық болса және бағанағындай полный түсіп қалатын болса, ол өкінішке орай емделмейді. Емделсе де, яғни адамдық биологиялық препараттармен емделеді, бірақ оның побочный эффекттері өте көп, ал ол балалардың ешқандай жерлері ауырмайды. Сондықтан да артық бір препараттарды енгізіп емдеуде рисковать ету ол қаншалықты дұрыс емес, ол уже адамның өзі шешеді. Негізінен бірақ емі осындай. Оның кажется, аллопецияға байланысты сообщество бар екен, балалар өздерін дискомфортно сезінбеу үшін басқа да балалармен барлығы бір-бірімен араласып тұрады, сөйлесіп тұрады және бір-біріне поддержка беріп тұрады екен. Ата-аналары да суретке түсіп, басқа да татуаждарды мысалы бесплатно жасап береді екен. Шаштары немесе қастары түскен үшін оларға парик немесе бағанағыдай татуаждар жасалады екен. Ол жағы да бар, өте қызықты. Негізінен осындай жағдайлар көп. Біз резидент ретінде болғандықтан қазір бірінші апта бізде адаптационный период болғандықтан тек қана пациенттерді осмотр жасап, олардан анамнез сұрау немесе сондай бір дискуссия форматында өту болды. Негізінен пробаларды қарадық, қаншалықты үлкен аллерго пробалар бар, кожный тест деген, оларды да қарап үйрендік. Бірақтан әлде оның барлығын жазып, ондай құқығымыз әзірше жоқ. Себебі бір апта болды біздің болғанымызға ол жерде, бірақ көп нәрсе үйрендік деп айта аламын. Және маған басқа университеттерден ұнағаны негізінен мысалы 5-6 курстарда кәдімгі сабақ сияқты отырып солай жүрсек, қазір резидент ретінде болғандықтан ба, әлде осы клиниканың өзінде болғандықтан ба, бізде дискуссия форматында өтеді. Мысалы бір тақырып беріледі, мысалы маған аллергиялық ринит бірінші сабаққа берілді, и сол кезде мен аллергиялық ринит туралы оқып келдім. Сосын менде мысалы сұрақтар туындайтын болса, мен дәрігерге қоямын, ол кісі маған жауап береді. Дәрігер менен сұрайды, осы аллергиялық ринит кезінде қандай мысалы препараттарды қолданамыз, біріншілік препарат не деген секілді, ингаляциялық глюкокортикостероидтар, оның қандай түрлері бар, қандай түрлерін біз тағайындаймыз деген секілді. Осындай сұрақ жауап форматында, дискуссия форматында өтеді. Бізге ондай күнделікті баға қою деген сияқты ондай нәрсе жоқ. Егер де блог ұнаған болса, жазылып қойыңыздар. Мен кішкене шаршап тұрып жазып жатырмын. Негізінен өте интенсивно өтті. Әр пациенттерді қараған сайын көп нәрсе үйреніп жаттық. Әр күні көрген болсаңыздар, блогты 6-да 5-тен елу кеткенде 6:30-да сол уақыттарда тұрып жүрдім. Кішкене болсын бір демалыстан кейінгі өзіме бір челлендж болды. Негізінен ұйқы жағынан болсын, басқа жағынан болсын, бірақтан ерте жатып жүргендіктен тез оянып жүрдім. Бір жағы өте күшті, мелатонин, серотонин, дофаминнің бөлінуіне өте күшті себеп болды. Сондықтан да маған бір апталығым өте қатты ұнады. Ары қарай блогқа жазылып, қандай қызықты информация болып жатыр, қандай қызықты бізде, яғни практикада не көріп жатырмын, соның барлығын сіздермен бөлісуге тырысамын. Эффективность именно в обучении, в практике, ол жағымен де бөлісемін бұйыртса. Қазірше опыт жинап алайық, тәжірибе жинап алайық. Әзірге осындай. Яғни көп үйренетін заттар бар. Менімен бірге болыңыздар.